Сәлеметсіздер ме? 9 ақпан ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Сыршыл, лирик ақын қазақ поэзиясында өшпес орын алады. Оның өлеңдерін жалынды жастардың жаттап айтар сүйікті жырларына айналған. Мұқағали Мақатаев. Бүгін менің туған күнім ойбайлай, мына адамдар неге жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім өзім-ақ, Тәңірдің бір жатпай-ақ қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей. Құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың міндемей. Мұны өмірге жақпады ма әлденем, бекер өмір сүргенмін бе әлдемен. Халқым, сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмірім өттім әлде әуремен. Айтамын деп қуанышың мұңыңды, басқа арнаға бұрдым бәлде жырымды. Мен бәрібір өзің менен бір болам, деп сен дағы өз еліңнен ұлыңды. Тойланбаса, тойланбасын нетейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін. Қаламымды берші маған бәйбіше, болашаққа арыз жазып кетейін.